Ассалаумалейкум. Тестермен қалай фазаны табамыз? Фаз 0 екенін қалай айырамыз? Егер де қолда мынандай индикаторлар болмаса, ол үшін тестерді вольтметрге қоямыз. Айнымалы. Менде 450 көрсетіп тұр. 450. Және де мына қарап алайық. Осы енетілі 230 көрсетіп тұр. Және де фазы 0 екенін қалай айырамыз? Ол үшін мына қызыл сымды аламыз тестердегі. Сосын былай тигіземіз. Міне, осы жағы фаз екен. Себебі мына тестерде көрсетіп тұр. 0 болса көрсетпейді. Оны нақтылау жіберу үшін индикатормен тексеріп жіберейін. Менде бар ғой индикатор. Былай. Фаза осы жағы екен. Ал мынандай қолға да жана беретін индикаторды пайдалануды көрсетіп жіберейін. Мысалы, мынау дейтін былай да жанып тұр, былай да жанып тұр. Дұрыс па? Ол үшін мына фазы 0 екенін айыру үшін мына темірінен ұстамаймыз. Былай тек сыртынан пластигін ұстаймыз да осылай жағамыз. Міне фазы 0-де жанбайды. Бұл енді көп жерден удивительге қатысты емес, енді бұл басқа щитоктардың қасында мысалы тек сізде тестер болып қалды. Фаз 0 екенін айыруыңыз керек, қайсысы фазы, қайсысы 0 екен. Соғында осылай пайдалануыңызға болады. Рахмет.